Алты түлкі ертегісі. Кең далада алты түлкі бірге жүріп, бірге тұрып, жолдас болыпты. Алтауының ішінде біреуінің құйрығы шолақ екен. Ұзын құйрықтарын буған тұтқан бес түлкі, «Сенің құйрығың жоқ, шолақсың ғой» деп, үнемі келекелеп күле беріпті. Олардың бұл қылығына ызаланған шолақ түлкі, осы мақтаншақ бесеуін құйрықтарынан айырып, қалай шолақ қылсам екен? Сонда былай күлмес еді деп көп ойланыпты. Ақыры бір амал тапқандай болады. Серіктеріне келіп, «Қашанға бұйығып жүре береміз? Бір жақсы ойнайықшы, ішіміз пысты ғой» деп өтініш айтыпты. Бес түлкі, «Ойын дейсің бе? Давай ойнаса ойнайық, сен баста» дейді келісіп. Шолақ түлкі әлгі мақтаншақтарды ертіп, қалың қарағайдың ішіне әкеледі. Содан кейін ойын шартын түсіндіріп, бесеуінің құйрығын бес қарағайға мықтап таңып тастайды. Өзі бір төбенің басына шығып тұрады. Басқа түлкілер ол хабар бергенше көздерін жұмып тұруға тиіс болатын. Бір кезде шолақ түлкі жан-жағына абыржи қарап, «Туысқандар, сақтаныңдар, мына жақта бүркіт ұстап тазы ерткен аңшылар келе жатыр» деп айқай салып қашады. Сол кезде қарағайға таңулы отырған бес түлкінің есі шыға қорқады. Олар тұра қашпақ болып жұлқыланғанда құйрықтары жұлынып қалады. Сөйтіп шолақ түлкі өзін келекелеген серіктерінің десін басып, өзіне серік етіп алыпты. Алтауы бір рет шолақ болғаннан кейін ешкім мазақ етіп күлмейтін болған. Осымен ертегі соңына жетті. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Нұрболат қызы Ақерке.